Қайырлы күн достар, сіздермен мен Айдар Санжар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен танысқым келіп отыр. Дайынсыздар ма? Ал, кеттік. Мен өзім Қостанай облысында дүниеге келіп, Алматыға 2000 жылы көшіп келген болатынмын. Дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын Әл-Фараби атындағы арнаулы гимназиясын тәмамдағаннан кейін, ата-анамның нұсқауы бойынша университет табалдырығын аттадым. Сол кезде студент болған кезімнен бастап, көпшілік сияқты үйдегілерден қаржылай тәуелсіз болғым келді. Сол уақыттарда фотограф болуды көздеп, 2 жыл бойы жинаған стипендияма фотоаппарат сатып алдым. Фотограф болып 4 жыл жұмыс жасаған болатынмын. Джон Рокфеллер айтпақшы, күні бойы жұмыс істейтін адам ақша табуға уақыт таппайды. Бұл кәсіп түрі маған көп қаржы әкелмегендіктен, өзімнің айналысып жатқан ісімді ауыстыруға тура келді. Осы екі арада блогер болуға құлшынысым артып, достарым айналысып жатқан Instagram арқылы табыс табуды жөн көрдім. Қазіргі сәтте осы екі саланы бірге алып келе жатқан жайымыз бар. Бұл екі сала менің ойымша өзара өте тығыз байланысты. Ең кедей адам үйі, жанұясы, ақшасы жоқ адам емес, армандары жоқ адам. Сократ. Менің қазіргі таңда көп армандарым бар. Сол армандарға мені жетелейтін мақсаттарымда баршылық. Осымен бұл шығарылымда өз мәресіне жеткен болатын. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы видеоны ең соңына дейін көріп өткен адам лайк басып, комментарий жазса, нұр үстінен нұр болар еді. Мен жайлы өздеріңізді мазалаған сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменге жаза кеттіңіздер, мен бірден жауап беретін боламын. Сіздермен бүгін болған мен Айдар Санжар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.